Ертеде бір мақты қыз деген сүйкімді қыз болыпты. Ол күн сайын үйін жинап, бәрін таза ұстайды екен. Бір күні үйін жинап жүріп, жерде жатқан кішкентай дән тауып алады. Қыз қуанып өзінің досы мысығын шақырады. Мысығым, қайдасың? Мяу. Келе ғой, дейді. Бірақ мысық келмейді. Мақта қыз ренжіп, келмесең, өз обалың өзіңе, дейді де, дәнді өзі жеп қояды. Бір кезде мысық асықпай келеді де сұрайды. Мақта қыз, сен мені неге шақырдың? Айтпаймын, дейді қыз. Онда мен сенің қатығыңды төгемін, дейді мысық ренжіп. Мысық қатықты төгіп тастайды. Қатты ашуланған мақта қыз. Онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын, деп мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық жылап, мақта қыз, берші құйрығымды, қатығымды әкел, сонда беремін, дейді қыз. Мысық қатық іздеп жолға шығады. Алдымен сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Маған жапырақ әкеліп бер, сонда беремін, дейді сиыр. Мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші. Маған су әкел, сонда беремін, дейді ағаш. Мысық су әкеле жатқан қызға келеді. Маған суыңнан берші. Маған сағыз әкеліп бер, сонда беремін, дейді қыз. Мысық дүкенге келеді. Дүкенші, маған сағыз беріңізші. Маған жұмыртқа әкеліп бер, дейді дүкенші. Мысық тауыққа келеді. Маған жұмыртқаңнан берші. Маған дән әкел, дейді тау. Мысық не істерін білмей отырады. Кенет үн қазып жатқан кішкентай тышқанды көреді. Үйінде не бар? Әйтпесе жеп қоямын, дейді. Тышқан қорқып, үйімде бір қап тары бар, дейді. Маған бір уыс тары бер, дейді мысық. Мә, ала ғой, дейді тышқан. Мысық тарыны тауыққа апарып береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Мысық жұмыртқаны дүкеншіге апарып сағыз алады. Сағызды қызға апарып береді. Қыз оған бір шелек су береді. Мысық суды ағашқа құяды. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр оған қатық береді. Ақыры мысық қатықты алып мақта қызға әкеледі. Мақта қыз күлімдеп, көрдің бе, айтқан тілді алмаған соң осынша қиналдың, дейді. Мысық ұялып, мяу, енді айтқаныңды тыңдаймын, дейді. Сөйтіп екеуі татуласып бақытты өмір сүріпті.